Бүгін қыздар үшінші ободокты тоқып үйренеміз. Қараңыздар, ол да өте жеңіл, тез тоқылатын нәрсе. Қазір 18 жіп набирать етіп алыңыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді қараңыз, бұл жерде енді үшінші қадамда сіздерге үйретіп едім ғой накидпенен. Сол үшінші сабақта қолданасыздар. Қазір накид аласыздар, келесіге кіргізесіз, сосын алтау тоқып аласыз. 8 тоқып аласыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді қараңыз, общий мына бірінші тоққанмен 8 болу керек. 8 бағана 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 болды. Енді жай ғана тоқып аласыз. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 жіпті тоқып алдыңыз. Енді келесі неге өтесіз, мына жерден санап аласыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы жерге неге белгілеп алдыңыз ғой. Енді накид жасайсыз да, осы жерге накидпенен тоқып аласыз. Ары қарай тағы 8 бағана тоқисыз. Накид аласыз. Накидті былай тоқып аласыз. Әр жіп тастамай тоқып 8 тоқып аласыз. Бір жіп тоқып көтеріп аласыз. Бұнда кері қарай аударасыз да, қайтадан накидпенен қайтадан тоқи бастайсыз. Енді жаңағы бөлек тоқып алған тоқымаңызды без накида, накидсіз, жай ғана бірінші қадам бойынша тоқып аласыз. Қараңыз, жай ғана осылай. 15 тоқисыз.
бес 15 болды. Енді қайтадан накид аласыз да, накидпен ары қарай тоқып аласыз. 8 бағана шығу керек. 2 3 4-тен үйіміз санап отырыңыз. Қисық болып қалады. 2, 4, 6, 7. Енді біреу тоқимыз. Міне. Соңғы жерінен былай біреу тоқисыз. Сөйтіп көтеруге тағы біреуін тоқып аласыз. Сонда міне мынандай болады. Көрдіңіз ба? Қазір тағы біреу тоқып көрсетейін. Накид аласыз. Накидпен 8 үнемі накидпен болады. Ұмытып қалмаңыздар. Кішкене үйреніп басында қиындау болғанмен аяғы дұрыс болады. Қорықпайды ғой беріңіздер. 2, 4, 8. Енді міне осыны қойып қоясыз да, қайтадан накидсіз, жай ғана набирать етесіз. 15 шығу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Қараңыз, 15 болды ғой. Енді накидпен мына қайтадан мына жерден бастап 8 қатар тоқып аласыз. 2, 3, 4, 8 қатар емес, 8 бағана. 5, 6, 7, 8. Біреу жіпті тоқып алдыңыз, енді қайтадан келесі жағына өтіп, накидпенен түрлі жіптер болғаннан кейін кейбіреу крючокқа келмейді. Түрлі астатық жіптер қалғаннан кейін осындай болады. 8, набирать еттік. Енді қараңыз, накидсіз 15 жіп мынаны тоқып аласыз. Жаңа набирать еткен жібіңіз бар ғой, қатарыңыз. Соны үстінен тағы бір рет тоқып аласыз, жай ғана. Түрлі-түрлісін ойлап тоқи берсеңіздер болады, қыздар. Енді накид аласыз, қайтадан тоқып аласыз. Сөйтіп осыны енді өзіңіздің басыңызға өлшеп, қанша сізге ұзындық керек, соны өлшеп аласыз да, соғанға дейін тура осыны қайталай бересіз. Ешқандай қиындығы жоқ. Кішкентайларға тоқуға болады, үлкендерге тоқуға болады. Бәрінің өлшемін алып, сол ұзындықты өлшеп алып, соғанға дейін тоқып, сосын бекіте саласыз. Болды, резинаға. Қиындығы жоқ. Тоқисыз да, тоже өресіз. Қазір көрсетемін сіздерге.
жұмысымызды аяқтап жатырмыз қыздар. 8-ші тоқып бітірдік. Біреуін көтеріп қойыңыздар. Енді қараңыз. Міне қандай жақсы ұзындықта тоқып алдық мінекей. Енді қараңыз. Мына жерде резинамен бірінші бастағанымыз, жаңа көрдіңіздер. Енді осы тоққанымызды мына қараңыз. Мына біріншісі тұр ғой, соны екіншісіне кіргізесіз. Міне тартып қоясыз. Үшіншісін кіргізесіз бір-біріне. Міне бір-біріне осылай тоқып шығасыз. Қараңыз. Әдемі сондай ободок шықты. Ішіне қарай қайырып қоясыз ішіндегі. Міне сондай әдемі шығады. Ішіндегі тоқылғаныңызды бүйтіп аударып өресіз. Көрдіңіз ба? Түйме тақсаңыз да болады, резина тақпаймын десеңіз, түйме тағып қойыңызға болады. Онда ілгіші дайын тұрады. Түйме таққан қазір көрсетіп өтемін сізге қалай түйме тағатынын. Жұмысымызды аяқтап жатырмыз. Міне мынау уже түйме таққыңыз келсе, келесі жеріне, мына жеріне резинаның орнына түйме тақсаңыз тоже әдемі болып шығады. Түйме тақпаймын, резина тағамыз десеңіз, мінекей өрілгенін қарасаңыз қандай тамаша шықты. Міне өрілгені міне өте керемет болды. Енді жұмысымызды қазір аяқтаймыз. Мынау біздің ар жағынан, теріс жағынан тоқып алайық. Оң жағынан. Бекіткенде өте қиын емес. Мінекей әрбір через одну аласыз да резинаға тоқисыз резинаға. Сондай рет саңыз болады. Мына қараңыз. Біз бұл тоқыманы да бітірдік. Андай артық жүптен салып жібересіз. Міне осылай болып шықты, қараңыздар. Міне ободок. Үшінші ободогымыз бұл. Осымен сабағымыз бітті, қыздар. Көп рахмет. Ұнаса тоқып алыңыздар осылай қалған жіптерден.